Қысқы орманның сыйы ертегісі. Бір күні орманға аппақ қыс келді. Ағаштардың бұтақтары күмістей жарқырап, жер ақ мамыққа оранды. Суық жел ескенімен, орман іші тып-тыныш еді. Ормандағы кішкентай қоян тоңып, жем іздеп жүреді. Сол кезде аспанның үлпілдеген аппақ қар жерге түсті. «Қорықпа, мен саған жол көрсетемін» деді. Қар ұшқыны қоянды жұмсақ қар арасындағы жасырынған кішкентай бұтаға ертіп барды. Бұтаның түбінде қыстың қоры кептірілген жидектер бар еді. Қоян қуанып, «Рахмет саған, қыс, сен суық болсаң да өз сыйыңды әкелесің» деп мәз-майрам болады. Сол күннен бастап қыс келгенде қоян қорықпайтын болды. Себебі қыс әрқашан бір жақсылығын алып келеді. Орманның іші тыныштыққа, жануарлар тәтті ұйқыға кететін болды.